Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біздің бүгінгі тақырып: махаббатқа жолығу оңай ма? Сүйіктісін кезіктірмеген жандар ертегі әлеміндегі махаббатты аңсайды. Ханзада адасып үйіне келсе деп, болмаса автобус ішінде қалып кеткен қолғабымды артынан жүгіріп әкеліп берсе, таныстығымыз осылай басталса деп армандайтындар көп те шығар. Әркімнің тағдыры, таңдауы өз қолында. Ал біз өз кезегімізде мынадай кеңестер ұсынғымыз келеді. Бірінші, далаға шығыңыз. Арманыңыздағы ханзадаңыздың үйіңізден табылмайтыны анық. Далаға шығып, қалаңыздың кешкі көшелерін аралап, көңіл күйіңізді көтеріп қайтыңыз. Кім білсін, болашақ жігітіңіз де сол көшеде сізді іздеп жүрген болар. Екінші, тартымды болыңыз. Әдемі қыздардан қалмай, сіз де жаңарып, жаңа киім киіп, жаңа кейіпке кіріп, өзіңіздің сұлу, тартымды екеніңізді сезініңіз. Сәнді белдемшелер таңдап, бәрін өз талғамыңызбен таң қалдырыңыз. Үшінші, жаңа адамдармен танысыңыз. Достарыңыздың қатарын көбейтудің арқасында сіз жаңа адамдармен танысып, ортаңызды кеңейтесіз. Жаңа таныстарыңыздың қатарынан бір сымбатты жігіт ұнап қалуы әбден мүмкін. Төртінші, екі жігітпен бір уақытта кездеспеңіз. Әлі таңдауыңызды жасап үлгермесеңіз де, бір кездесуден екіншіге жүгіруші болмаңыз. Әлемдік тәжірибеге, фильмдерге де, сентиментальды романдарға да сүйенсек болады. Бұл екі жігітпен де қош айтысумен аяқталады. Бесінші, ашық мінезді, қарапайым болыңыз. Өзіңіздің болмысыңызды көрсетіп, шыншыл болыңыз. Бұл әрқашан да тартымды көрінеді. Алтыншы, батыл болыңыз. Жігіттердің арасында ұялшақтар жоқ емес. Алайда оған гүл сыйлап, сезім білдірудің қажеті шамалы. Жай ғана онымен тағы да бір кездескіңіз келетіндігі жайлы ыммен айтып қойғаныңыз дұрыс. Жетінші, артынан қалмай қоймаңыз. Ұнаған жігітке қайта-қайта қоңырау шалып, хабарлама жаза беруді қойыңыз. Кішкене шыдамдылық көрсетіңіз, ибалылық танытыңыз. Сегізінші, қатты ақылды болып көрінудің қажеті жоқ. Кей жігіттер ақылды қыздарды олардың өздерін ақтап, дауыс көтергендерін ұнатпайды. Ақылыңызды керек кезде ғана көрсетіңіз. Ақылыңызды керек кезде көрсетсеңіз, жетіп жатыр. Әзірге құпияға ұстаңыз. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қазақша каналға жазылуды ұмытпаңыз.